Сәлем достар, қош келдіңіз менің каналыма. Мен бүгін блинчиктің өзім жасайтын рецептімен таныстырамын. Әрбір үйден табылатын қарапайым нәрселерден пісіремін. Рецепт өте қарапайым. 2 жұмыртқаға 3 ас қасық қант және жарты шай қасық тұз салып араластырамын. Енді електен өткен ұнның азғантай бөлігін салып араластырамын. Оның үстіне жылытылған сүттің де аз бөлігін құйып араластырып отырамын. Міне осылай бірнеше мәрте қайталаймын. Ұн мен сүтті аз-аздан қосып араластырсаңыз, тесто біркелкі болып шығады. Бұл рецептке ешқандай сода да разрыхлитель де қосылмайды. Сонда да өте әдемі, дәмді болып піседі. Енді сақырлап қайнап тұрған 200 грамм суды да осылай қылып аз-аздан құйып араластырып отырамын. Толық рецепт описаниеде жазылған. Енді тестоға 3 ас қасық сұйық май құямын. Егер тесто қою болған болса, тағы да су құюға болады. Жақсылап араластырамын. Міне мынадай сұйық тесто шығу керек. Табаны оттай қыздырып, азғантай сұйық май құйып, міне осылай қылып жағып аламын. Бұл бір-ақ рет жасалады. Табаға 1 қасығын құйып, блинчикті пісіріп бастаймыз. Тесто сұйық болса, блинчик өте әдемі, ажурный, жұмсақ, жұқа болып шығады. Екі бетін кезек-кезек пісіріп аламыз. Блинчик 1-2 минуттың ішінде тез піседі. Менің рецептіммен де пісіріп көріңіз. Ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды да ұмытпаңыз. Өз рецептеріңізде комментарийге қалдырыңыз. Міне блинчиктің барлығын пісіріп болдым. Менде 18 штук блинчик шықты. Блинчик өте жұмсақ, жұқа, ажурный болып шықты. Мен блинчикті балмен жегенді өте жақсы көремін. Блинчикті сметанамен, вареньемен жеуге болады. Келесі видеода кездескенше, қош сау болыңдар.